Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. Жауапкершілік және сылтау. Жауапкершілікті өз қолыңызға алыңыз. Бұл өте маңызды нәрсе. Өкінішке орай, көп адамның бойында жауапкершілік жетіспейді. Қараңыз, бізге кішкентай кезімізден бастап біреулер көмектескен. Бала кезімізде ата-анамыз, мектепте ұстаздарымыз, университетте кураторлар, кей кездері өзімізден үлкен аға-әпкелеріміз көмектесті. Сынақтарымызды шешіп берді. Өкінішке орай, біз есейсек те сол қалыпта, сондай үмітпен өмір сүріп жүрген болуымыз мүмкін. Бірақ сіз үшін бәрін жасап беретін тек қана өзіңіз. Осыны неғылым ертерек түсінсеңіз, соғылым ұтасыз. Тіпті бастықтан, бухгалтериядан ештеңе күтпеуді үйреніңіз. Қазіргі өміріңізде сізге кей нәрселер ұнамайтын болса, бұл сіздің өткен шақта қабылдаған шешімдеріңіздің нәтижесі. Бірақ осылай екен деп еш қайғырмаңыз, ойларыңызбен алысып, өкініп отырмаңыз. Жай ғана қабылдаңыз және ары қарай жылжыңыз. Бір жылдан кейін қандай нәтиже болғанын қаласаңыз, демек қазір соған сай әрекет ету керек. Формула оп-оңай. Жауапкершілік тек қана өзіңізде. Басқа ешкім сіздің әдеттеріңізді қалыптастырып бермейді. Ешкім сіз үшін жазып, сызып, оқып, білім алмайды. Жоспарыңызды сіздің орныңызға ешкім орындамайды. Адамдар өзінен жауапкершілікті ысырып тастау үшін неше түрлі сылтауды ойлап тауып алады. Қолымнан келмейді, мен білмеймін деп айтпаңыз. Үйреніп алыңыз. Сіздің басқадан қай жеріңіз кем? Ең бастысы, қаласаңыз болды. Кез келген дүниені меңгеріп алуға болады. Елде жағдай ауыр. Бұл да бір үлкен сылтау. Сіз қалаған нәрсені беретін ел, халық емес, Алла тағала. Ризық несібеңіздің барлығы өзіңіздің ниетіңіз бен еңбегіңізге сай беріледі. Карантин, ковид дегендер де сізге кедергі бола алмайды. Карантинге қарапайым адам болып кіріп, миллионер болып шыққан қаншама адамды білемін. Еңбек етем деген адам жолын тапты. Білмеген болса, онлайнда игерді. Мені солай тәрбиелеген. Өзіңіздің өскен ортаңызды, көрген тәжірибеңізді айтып, шектеу қоймаңыз. Жоқ жерден өзіңізді аяп отырмаңыз. Алдымен қабылдаңыз. Жақсы, сіз белгілі бір жасыңызға дейін осылай өмір сүрдіңіз. Бірақ енді әрі қарай бұлай жалғасқанын қаламайсыз. Демек қалауыңызға сай жоспар жасаңыз. Сол жоспарыңыз бойынша міндетті түрде әрекет қылыңыз. Тағы бір курс өтіп алайын. Ешқашанда тағы бір деген сылтаумен жауапкершілікті болашаққа ысырып жібермеңіз. Тағы бір кітап оқып алайын деп осы кітаптан алған біліміңізді құнсыздандырып алмаңыз. Бұл кітапта жазылған білімнің 50%-ның өзін алып, практикада қолдансаңыз, кәдімгідей дейін кейін деген нәтиже көретініңіз анық. Себебі дұрыс әдеттерді қалыптастыру, миыңыздың жұмысын түсінудің өзі тікелей бәріне әсер етеді. Қаржылық жағдайыңызға да, тұлғалық дамуыңызға да, денсаулығыңызға да, қарым-қатынасыңызға да оң өзгерістер алып келеді. Егер бір нәрсе бастағыңыз келіп жүрсе, оған ең ыңғайлы уақыт дәл осы уақыт. Кейінге қалдырмаңыз, сылтау іздемеңіз. Уэрри Бастер, ойымды жеңу. Адам өз ойынан өзі таяқ жеп жүреді. Кейде жасап көрмей жатып, ойдан бір нәрсені шығарып алады. Содан кеудесін уайым басып, бойын қорқыныш билейді. Идеясы сол күйі жайында қалады. Істеп көрмек түгілі, бастамайды да. Осындай сәттерде маған бір формула қатты көмектесті. Сізге де көмегін тигізетіні сөзсіз. Ең бірінші қадам жазыңыз. Сіз нақты неден қорқып тұрсыз?
Мысалы, мен 2011 жылдан бері басқарушы қызметтерде жұмыс істедім. Қол астымда 15-20 адам жұмыс істеді. Ең қызығы осы 12 жылдың ішінде менен айлығымды көтеріңізші деп сұраған 2 адам болды. Олардың айлықтары көтерілді. Басқа ешкімнің бұлай сұрауға батылдығы жетпеген секілді. Жазыңыз, мен бастықтан барып, айлығымды көтеріңізші деп сұрауға қорқып тұрмын. Мойындау шешімнің 50%. Сіз қазір нақты мойындап тұрсыз. Екінші қадам. Ең нашар нәтиже қандай болуы мүмкін? Сіз басшылыққа барып, айлығыңызды көтеруді сұрауға қорқып тұрсыз. Ең нашар нәтиже қандай? Шын мәнінде, сізді бұл сұрағыңыз үшін ешкім жұмыстан шығармайды. Ешкім сізді ұрысып, сөгейін деп тұрған жоқ. Әрі біз қазақ көңілге қараймыз ғой. Ойланып көрейік немесе қарастырып көреміз деп шығарып салуымыз мүмкін. Шын мәнінде, нашар нәтиже жоқ. Үшінші қадам. Ең ауыр нәтижені болды деп қабылдаңыз. Болуы мүмкін деген ең нашар нәтижені осы орынға салып көріңіз. Сонда ғана нашар нәтиже, оқиғаның салдары ауыр болуы мүмкін деген жүкті үстіңізден түсіресіз. Төртінші қадам. Ойдан бір нәрселерді шығарып алады. Оны болдырмау жолдарын ескеріп, бірден әрекетке көшіңіз. Ең нашар нәтижені болдырмау үшін 1-2 ай сапалы, тиянақты жұмыс істеңіз. Алдын ала жоспарлап барып, басшылыққа кіріңіз. Дәл осы қорқынышты жеңу формуласы сіз де қолданып көріңіз. Нәтижесі қуантары анық. Ми және мен. Біз мидың нақты қандай бөліктерден тұратынын білмейміз. Негізі ми 18 бөліктен тұрады. Ми әлемдегі ең мықты аппарат. Ол бізден бөлек емес, біз оны басқарамыз. Бірақ ми автоматты түрде оған бұрын берген бұйрықтарыңыз бойынша жұмыс істейді. Кезінде берілген тапсырмаларыңыз бойынша сізге қызмет қылады. Әрекеттеріміздің 95% автоматты түрде жасалады. Префронтальная корректура маңдайымыздың астындағы бөлік. Бұл тек қана адамда болады. Ол біздің шешім қабылдауымызға жауап береді. Неғұрлым осы бөлім қаттырақ дамыса, соғұрлым дұрыс, адекватты шешімдер қабылдаймыз. Джо Диспенза атты ғалымның айтуы бойынша префронтальный кораны дамытатын әрекеттердің бірі құлшылық екен. Мысалы, ислам дінінде намаз, буддизмде медитация. Дәл осы уақытта префронтальный кора өте жақсы жұмыс істейді екен. Кітап оқу, ойлану, жоспарлау жұмыстарында да префронтальный кора жақсы дамиды. Яғни жаттыққан сайын ол мықты бола түседі. Осылайша аналитикалық ойлау қабілеті қатты дамиды. Америкада 1850 жылдары түрмедегі адамдарға түрлі эксперименттер жасайтын болған. Ғалымдар олардың префронтальный корасын қолдан зақымдап, адамдардың өзгерісін бақылаған. Сонда миларының осы бөлігі зақымданған адамдардың өмірге деген қызығушылықтары мүлде жоғалып кетіпті. Артық әрекет жасамайтын болған. Тек бір әрекет жасап, бір бағытта жүреді. Сағаттап қимылсыз отыра беретін болған. Сонда ғалымдар адамда префронтальный кора дұрыс жұмыс істемесе, ол шешім қабылдау қабілетінен айырылады деген қорытынды шығарған. Ондай адам миында қалып қойған процесс бойынша ғана өмір сүретін болған. Біз көбірек ойланып, жоспарласақ, неғұрлым көп құлшылығымызды жасасақ, соғұрлым префронтальный кора мықты болады. Сәйкесінше, аналитикалық ойлау жүйеміз өте жақсы дамиды.
Миымызда екі түрлі жұмыс істеу режимі бар. Біріншісі молшылық шабыт режимі. Екіншісі дефицит яғни стресс режимі. Сіз қай режимде өмір сүріп жатырсыз? Көбіне біз байқамай дефицит режимінде жүреміз. Оның көрсеткіштері мынандай. Күніңіз басталды, өтіп кетеді. Уақыт тез өтеді. Қатты бір өзгеріс жоқ, нәтиже жоқ. Адам стресстік режимде өмір сүрсе, барлық нәрсені блоктайды. Тек тамақ жеу және ұйықтау, көбею деген процестер ғана қалады. Стресстік жағдайда ми энергияны сақтап қалуға тырысады. Бұл режимде адам артық салмақ жинап, семіріп кетеді. Ми бүкіл энергияны майға айналдыра қою туралы шешім қабылдайды. Ертең қиын күн болса, майды қолданамыз деген сақтықпен өмір сүреді. Иммунитетіміз де белгілі бір сұрау жібергенде ми оған стоп. Бұл нәрсеге біздің жұмсайтын энергиямыз жоқ. Қоя тұр дейді. Сонымен адам ақырын тез ауырып қалатын, ауырсаң адамға айналады. Сүйек өсуіне, өзін-өзі емдеуге де организмнің артық энергиясы жоқ. Стресстік режимде жүрген адамның тістері сарғайып, жалпақ тілмен алғанда құрттап кетеді. Себебі ми блоктап тастаған, керекті витаминдер жоқ. Оқу, даму, жаңа қызығушылық, іздену деген дүниелер де жайына қалады. Барлығына беретін мидың жауабы оған уақыт жоқ, күш жоқ. Бұның барлығы ешқандай да сіздің жалқаулығыңыздан емес. Негізгі себеп сіздің стресстік режимде жүргеніңіз. Егер стресстік режимде жүрген болсаңыз, одан қалай шығуға болады? Шын мәнінде, бұдан шығу сіз ойлағандай қатты қиын емес. Стресстік режимде жүргеніңізді біліп, мойындаудың өзі шешімнің 50%. Әрі қарай одан шығудан қарапайым жолы көбірек құлшылық қылу, медитация жасау және өзіңді тыңдау. Ең бірінші әрекетіңізді қазір жасаңыз. Қағазды алып, осы сұрақтарға жауап жазып көріңіз. Мен кіммін? Қайдан келдім? Қайда бара жатырмын? Армандарым қандай?